Hey guys, how are you today? Today I'm gonna make you a short video about future simple, and I'm pretty sure that it will be the easiest lesson in your life. Okay, баршаңызға қайырлы кеш, жағдайларыңыз қалай? Бүгінгі сабақ future simple, яғни болашаққа қатысты әңгіме айтқан кезде біз қандай шақ қолданамыз, қалай сөйлем құраймыз, және сол сұрақтарға мен бүгін жауап беретін боламын. Және мен сенімдімін, осы сабақты қарағаннан кейін сіздер future simple'дың не екендігін түсініп алатын боласыздар, иә? Okay? Let's start. When do we use future simple? Of course, when we want to talk about actions in the future, yeah? Қай кезде біз future'ды қолданамыз, яғни өзі аты айтып тұр, яғни болашаққа қатысты іс-әрекет туралы айтқан кезде біз future simple, яғни жай болашақ tense'ді қолданамыз. Яғни оның бірінші сұрақ, қалай құраймыз? How do we form future simple? With the help of subject, will plus verb. Subject зат есім плюс will плюс кетістіктің көмегімен біз future simple'да сөйлем құрай аламыз. Okay. The first is affirmative sentence. Бірінші болымды сөйлем. He will come tomorrow. Ол ертең келеді. I will do my lessons tomorrow. Мен сабақтарымды ертең жасаймын. Яғни бұл жерде ключевой слово сөз болып тұр. Яғни ертең деп мен еще қосып тұрмын. Tomorrow деген сөзді. Немесе they will go to the cinema tomorrow. Олар ертең кинотеатрға барады. Яғни жай ғана ертең деп айтып тұрмын. Мен ертең сағат мынандайда деп қосып тұрған жоқпын. Ол уже бөлек болып кетеді, Сондықтан мен просто жай ғана сөйлем айтып тұрмын. Ол ертең барады болды. Екінші болымсыз сөйлем, Negative sentence. How do we form negative sentence? Of course, with the help of not. Not деген сөздің көмегімен біз болымсыз сөйлем құраймыз, Және бұл жерде сіздерге сұрақ, көмекші етістік қандай деп ойлайсыздар? Әрине, ол will, Willға not қосқан кезде ол won't болып кетеді, яғни will not деп айтпаймыз, won't деп айтамыз. Қысқартылған формасы. Яғни, мен ертең кинотеатрға бармаймын. I won't go to the cinema tomorrow. He won't come tomorrow. Ол ертең келмейді. They won't do the lessons tomorrow. Олар ертең сабақ жасамайды. И солай сөйлем құрай береміз. Сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемді қалай құраймыз? Яғни бұл жерде көмекші етістігіміз will екенін анықтадық. Сол willді біз бірінші орынға шығарамыз, Will you go to the cinema tomorrow? Сен ертең кинотеатрға барасың ба? Yes, I will. Мен барамын. No, I won't. Жоқ, мен бармаймын. Немесе will they come tomorrow? Олар ертең келеді ма? Yes, they will. Олар келеді. No, they won't. Жоқ, олар келмейді. Немесе арнайы сұрақ жасайтын болсақ, біз оның алдына willдің алдына жаңағы WH-тан басталатын сөздердің шығарып жібереміз, немесе H-тан басталатын сөзді. Мысалы, where will you go tomorrow? Сен ертең қайда барасың? Немесе what time will you go to the cinema? Сен ертең сағат нешеде барасың кинотеатрға? Немесе when will you go to the cinema? Сен қашан барасың сен ертең кинотеатрға? Тағы да солай сөйлемдер құрай беруге болады. Бұл жай сөйлем, бұл негізі ең оңай сізге түсіндірмесі, және бар жоғы 4-5 минуттың ішінде осы future simple'ды үйреніп алсаңыз өте керемет болар еді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye.